Şirayı қазір ашылды. Біздің жігіттер мына жерде тааптай креветка талап жатыр. Есіктің ашқан күтіп тұр деймін, есік ашық креветка. Мына жерде жігіттер креветка тауып. Ешкім жоқ, одни рыбаки дейсің ғой. Бірінші клиенттер всегда креветка алады дейді. Ай, не істейді дейді, балық не істейді дейді. Талап жатсыңдар ғой кәдімгі. Креветканы талап жатсыңдар ғой. Біздің жігіттер базар жоқ. Күн қап-қараңғы қазір. Кішкене жарықтап кетті. Таң атпай креветка, в общем, таң атпай креветка. Таң атпай ашады екен. Клубный рай. Ал осы бұйыртса балыққа қарай кетіп барамыз. Көреміз. Бәке, мына креветка қанша шықты? 960 да? Енді осыны ақшау керек қой бұйыртса да? Айтшы. Бұйыртса. Алатын бір талға жарайды осы. Алатын еще апаришың бар, мысалы. Құртың бар, одан ары қарай жүретін бензинің бар, тамағың бар, в общем, солай. Сонда примерно қаншаға шығады шығын? Балық бер дейтіндер көйіп кетпесін. Еще балық бер дейтіндерің бар, оларға тегін беруің керек еще. Вот көрдің ба? Қайда жатыр? Әңгіме. Мынаның өзі ақша. Сондықтан ешкімде тегін балық жоқ дейсің ғой. Şu an айтамын, тегін балық жоқ. Еңбекіміз кетті бәрі дейсің.